Карбон немесе тас көмір кезеңі палеозой заманын құрайтын 6 кезеңнің 5-шісі болып табылады. Ұзақтығы шамамен 65 миллион жылды қамтиды. Тас көмір кезеңін 1839 жылы ағылшын геологтары анықтаған. Тас көмір кезеңі барлық құрлықтарда кең тараған. Кезең басында шөлді белдеулердегі қалдық лагуналарда, көлдерде доломит пен тұздар тұнып, ылғалды аймақтардағы теңіз жағалаулары мен көлдерде боксит, темір, марганец шөгінділері жиналды. Соңына қарай Апалач, Орта Европа, Шығыс Австралия, Кап өңірлері биік тауларға айналды. Тау құрауларынан рельеф қайта жаңғырып, климат өзгерді. Таскөмір кезеңінің климаты өте жылы, ылғал мол болғандықтан ну тоғайлар, батпақты ойыстар пайда болып, көптеген көмір алыптары осы кезде қалыптасты. Ортаңғы таскөмір кезеңнен бастап климат қуаң тартып, барлық климаттық белдеулер пайда болды. Тропиктік және субтропиктік Вестраль белдеуі Мексика мен Апалачтан өтіп Европаны қамтыды. Орта Азия арқылы Үнді-Қытай субконтинентінен Австралияға дейін созылды. Таскөмір кезеңінің ең басты ерекшелігі жер бетінде өсімдіктер дүниесінің қаулап өсуі. Мысалға, биіктігі 30-40 метрға жететін ағаштардың пайда болуы. Одан басқа теңіздерде бұрынғы жәндіктер сонымен қатар ірі продуктивтер, спирифиттер өмір сүрді. Карбонның басында қанаттарының ұзындығы 70 сантиметрге жететін ірі инеліктер, өрмекші тәрізділер пайда болды. Одан бөлек жәндіктердің алғашқы ұшатын түрлері қосмекенділер, жылдам жүзетін акула тәрізді шеміршекті балықтар пайда болды. Жануарлар дүниесінде омыртқалылар арасында елеулі түрде өзгерістер болды. Архозаврлар пайда болып, брахиоподтар, теңіз кірпісі, коралдар мен басқалардың дамуы жалғасты. Таскөмір кезеңінде көмір түзілу барлық аймақтарда жүрген. Қазақстан геологтары карбонды үстіңгі, ортаңғы және астыңғы карбон деп 3 бөлімге бөледі. Европада карбон кезеңінің астыңғы бөлігі динант деп терминделген. Динант 2 қабатқа бөлініп, мол коралл брахиопод фаунасы бар теңіздік әктаспен сипатталады. 3 қабатқа бөлінген карбонның үстіңгі бөліктері жердегі және тұщы судағы бөлініп жатқан шөгінділермен белгіленеді. Үстіңгі карбондағы кең тараған ормандар оңтүстік Уэльс, Англия, Шотландия және әлемнің басқа да көптеген жерлеріндегі мол көмір қабаттарының пайда болуына себепші болды.